Қайырлы күн көрермен, сіздермен бірге Отпа Ньюс YouTube арнасы. Бүгін бізде қонақта Мұрат Өскінбаев атындағы облыстық филармония әртістері Марат Сафаров және Серіжан Машжан. Қош келдіңіздер. Қош көрдік. Қош көрдік. Енді сіздердің алып келген тың жаңалықтарыңыз бар екенін естіп жатырмыз. Осы жөнінде бөлісе кетсеңіздер, тыңдармандарыңызды қандай жаңалықпен қуантпақшысыздар? Алдымен Ағарс, өзіңізге көп рахмет. Осындай сұхбатқа шақырып, өнерімізді жайлы, шығармашылық жайлы халыққа бөлісуге себепкер болып жатқаныңызға үлкен рахмет айтамыз. Енді бізде тың жаңалық, енді қасымдағы Серіжан деген әніміз, Серіжан Машанов, көптен бері біраз болды, бір 4 жылға жақындаған шығар, екеуміз дуэтпіз. Жаңалық жайлы айтатын болсақ, мен жақында осы Ерекен Қорабаев деген ағамыздың сөзіне жазылған өзімнің әнім, оралам саған таушығым деген әнге бейнебаян түсірдік. Керемет. Ол әнге қолдау көрсеткен ағаларымызға үлкен алғыс айтамыз. Сондай жаңалық. Тамаша. Енді Мәкеңнің сөзін жаңа жалғастырып өтейін. Жаңалық дегенде жаңа Мәкеңді айтып жатыр. Бізден енді осы жаңа айтқанда 4 жылдай уақыт біргеміз, бір саладамыз, осы өнер саласында елге қызмет барысындамыз. Енді әр әншінің өзінде жеке шығармашылық болады, жеке дара. Сол айтқанда Мәкеңнің өзінің жеке шығармашылығы бар, менің де өзім жеке шығармашылығымыз бар. Бізден дуэттен бөлек енді өзімнің құрғанымыз тобымыз бар. Осыдан 3 жыл бұрын құрған топ, Нарұлт деген топ. Сол енді жақында, енді бұның да талай өзінің авторлық әндері шыққан топтың, сол топтың мүшесімін, сол топтың солистіміз тоже. Енді жақында осы Орал Байсеңгірдің әні сөзі Сабыр Адайдың сөзіне жазылған Түгел түркі тұраным деген жақында бір жақсы ән шыққан болатын, осы Тұрсойдың аясында. Енді сондай жаңалықтарымыз бар, сондай енді ала берсе сол әнімізді ары қарай дамыту үстіндеміз енді. Керемет, тамаша. Енді биыл Ақтау қаласы түркі әлемінің мәдени астанасы болып аталды. Сіздердің де шығармашылықтарыңыз соған жақын екен, байланысты екен. Туындыларыңыз құтты болсын. Рахмет. Жалпы бұл шығармашылық бағыттарыңыз қалай үлес қоса алады қаламызға? Жаңа айтып жатсыздар, Түрксойға қарсы шығып жатыр әндеріңіз. Енді қандай үлес болған кезде біздің өзім жеке тобымыз бұл енді қазақи топ, қазақи нақыштағы құрылған топ. Аты да айтып тұр, Нарұлт деп. Сол айтқандай, бұйырса алдыңғы уақыттарда енді талай да әндер шығарамыз. Талай енді композитормен, ақындармен жұмыс жасаймыз. Ең бірінші айтатыным осы өнерпазға қолдау керек. Сол айтқанда енді әнші өзінің барынша әндерін шығарып, оны тоқтатпаймыз, барынша енді жұмыстанып жатырмыз. Тағы да соны қолдайтын, ары қарай соны шығаруға көмектесетін де адамдар болу керек деп ойлаймын. Енді бәріміз жұмсақ жұдырықтай, ашық алақандай бәріміз біріксек, ойлаймын бәрі де жеңіл болады деген ниеттеміз, үміттеміз. Сондықтан бұйырса талай әндерді шығарамыз. Керемет. Байқауымша сіздер эстрада бағытында да, дәстүрлі қазақи бағытта да ән айтасыздар. Жалпы қазақ эстрадасында кімді тыңдайсыздар? Кімді көп жаңағыдай үлгі алып деген сияқты? Енді мен айта кетейін, енді өзім бала кезде, студенттік шақта Жұбаныш Жексенұлы деген ағамыз бар. Сол кісіге қатты еліктедім, қатты жақсы көрдім әндерін. Керемет әнші, сол кісіге еліктеп талай шаш өсіргенде кездеріміз болды, студенттік кезде. Болмасаң да ұқсап бақ дегендей. Сол сияқты қазір енді келе-келе мен көбінесе орысша ретро әндер бар ғой. Сондай әншілерді көп тыңдаймын. Мысалы үшін Николай Носков деген керемет әншілердің әнін көп тыңдаймын.
Сосын жаңағы Александр Малинин деген сияқты солардың әндерін көп тыңдаймын. Сосын жаңағы шетелден сонау 60-шы жылдардағы керемет қазіргі тілмен айтқанда хит болған Том Джонстың әндерін тыңдаймын. Енді бұған дейін негізі мен өзім былай дәстүрлі ән орындап келдім, дәстүрлі әншімін ғой, былайша айтқан терме айттым. Енді мына филармонияға кіргелі тек бір дәстүрмен жүрсең жүре бересің. Мысалы, бір қалыпта сол әніңді орындап, фольклорный, Ақжарма фольклорлық ансамблінде солист есебіндемін филармонияда. Сода жүрсең жүре бересің. Сосын жан-жағыма қарадым. Алдыңғы буын ағаларымыз, мысалы үшін Асанәлі, Асқар Көшеров ағаларымыз, соларға қарадым. Қарап отырсаң, ол кісілерде қолына домбыраны берсең, дәстүрлі әнді де айта кетеді. Эстрада бағытына салып берсең, ол орысша ма, ол қазақша ма, серенадаларды орындап кетеді. Соларға қарап отырып, іште өзім жаңағы неге мен бұндай қолымнан келмейді деген сияқты ойда болды да іште. Сосын өзім іздендім. Сосын жаңағы өзге тілдерде де айтып үйреніп, эстрада бағытында да орындап, қазір енді жаман емес, шүкір. Филармонияда әйтеуір айтып атамыз. Сондай өзімді өзім іштей қамшылаймын. Бір бағытта қалып қоймау керек. Қолыңнан келсе, егер эстрада бағыты болсын, классикалық бағытта болсын, сен қолыңнан келіп тұрса, орындау керек деп ойлаймын. Енді жаңа Мәкең айтып жатыр, әнші деген өзіне әрқашан қамшылап тұру керек, ізденісте болу керек. Тек бір бағытта емес, әртүрлі жанрда барынша қолынан келіп жатса тырысу керек ән айтуға. Сол айтқандай, енді өзіме келетін болсақ, сол өзіміздің сосын дәстүрден бастадық қой. Сол дәстүрден бастадық. Бұл филармония бізге үлкен бір мектеп болды. Бұл филармония негізі бұл мектеп. Бұл жерде тек бір бағытта емес, жан-жақ бағытта қолынан келіп жатса өз-өзіңді көрсету. Сол айтқандай. Енді осы жерге филармонияның арқасында енді өзім келетін болсақ, енді алған сабағым қазіргі таңда тек бір дәстүрлі бағытпен емес, сол айтқанда жаңа классикалық бағыт болсын, попса болсын, R&B болсын, жаңағыдай айтқандай серенадалар болсын, қолым енді соныларды орындауға тырыстық. Біраз нәрсе үйрендік. Керемет. Енді Марат мырза жаңа айтып жатсыз, бұрынғы өкілдің әншілерін көп тыңдадық деп айттыңыз. Енді ол кездегі әндердің әуені, мәтіні өзгеше ғой. Қазіргі жастардың шығарып жатқан музыкасында мәтіндеріне, әуендеріне қандай баға бересіз, қандай пікір білдіре аласыз? Енді баға беретін халық қой. Бұрынғы әндер, мысалы үшін, ертеректегі әндер, біріншіден жаңағы сөздің мағынасымен ерекшеленіп тұрады, әуенімен, сосын жаңа орындау шеберлігімен, диапазонный әндер болады, бұрынғы әндер. Қазіргі заманның өзінің әншілері, орындаушылар. Талабына сай орындаушылар. Бұлардың мысалы мен ұнайды мағанда. Садыридин кімдердің. Бірақ енді көбінесе сөзге келгенде сөз жеңілдеу, мойындау керек. Ақын деген, қазір ақынға жаздыру деген қалды ғой, бұлай тексерту. Сөзді көбінесе өздері жазады. Енді сөз жағынан кішкене не болмаса, әуен жағынан аранжировка деп жатады. Ол керемет. Қазіргі бағыттағы керемет аранжировка. Негізі жастарға көңілім 50-50 ғой. Кейде бір ұнамайтын әншілер де болады, әндер кейде ұнайтын. Ол әр заманның өзінің несімен жүре беретін өнерпаз шығатын не ғой? Уақыт қой, уақыт. Уақыт тудырады дейсіз. Уақыт тудырады. Ал жалпы өзіңіз қазіргі жас музыканттар тыңдайсыз ба, жиі тыңдайсыз ба? Айтып отырмын, тыңдаймын. Мирас Жүгіністі тыңдаймын.
жақсы әуендері нелері сол Садриддин тыңдаймын, Райымды бір-екі әндерін тыңдаймын. Оны енді бұларды тыңдаймын деп те тыңдамайсыз, менің балдарым тыңдайды да. Сосын балдарым тыңдаған соң мен де тыңдаймын, мән беремін. Былай енді жақсы. Енді жаңа айтып жатсыз, аранжировкасы, өңдеуі жақсы, мінсіз, ал мәтін жағынан сәл шорқақтау деп. Бұл келешек ұрпаққа шорқақтау болғанда жеңіл да, жеңіл. Иә, жеңілдеу. Күнделікті қолданатын сөздермен айта береді да, мысалы қазір. Или ол заманның талабына сай ма, мен ол жағын енді көп сынауға да не әлі ерте шығар маған. Біздер әбден жаңа ақынға барып, ән жаздыратын кезде ақынға барамыз. Жаңа барып, сөзін қарап беріңізші деп, мысалы, мына сөзді қалай болады, мынау қалай болады жаздыратынбыз. Нелерге барып, ақындарға барып. Енді қазіргі мүмкін білмеймін енді қалай екенін. Енді бұл жаңағы сөздің сәл әлсіздігі ертең болашақ ұрпаққа сөз аясының тарылуына келіп соқпайды деп ойламайсыздар ма? Қалай пікір білдіре аласыздар? Енді мен айтайын, бұл жерде жақында мысалы біз жаңа аранжировщикпен жұмыс жасаймыз ғой, өзіміз әндерімізді береміз. Сол кезде аранжировщиктардың айтатын әңгімесі осындай да. Бұрынға қарасақ, бұрынғы әндер жаңа өзінің бір несі болады, қайырмасы болады. Өзінің жаңағыдай ортада проигрыш дейді ғой, мысалы әдемі проигрыштары болады. Оның әннің ұзақтылығы 3 минуттан асып, сондай болады да, 3 минуттан асып, 4 минутқа да жақындап қалатын әндер. Енді қазіргі аранжировщиктер бүйтеді. Әннің қысқа болу керек дейді да. Қазіргі өтетін уақыт деген өзі бір тапшы, бір адамдардың, халықтың өзі бәрі бір жерге асуға, сіздер қазір әнді ұзақ проигрыш жазып шығарсақ, бұл әнді тыңдамайды дейді. Сода қысқадан нұсқа 2 минут, 2 минуттан аса әрі жоғары кетсе. Сөйтіп аранжировщиктердің сөйтіп ойлары сөйтіп қалыптасып. Енді айтатын болсақ, Мәкең айтып жатыр, жаңа сөздері де жеңіл болу керек дейді. Халыққа өту үшін сөздері жеңіл болу керек. Сондықтан мен ойлаймын, болашақ ұрпаққа бұл қазір бәр нәрсе уақытша нәрсе ғой. Қазір мүмкін сол заманның талабы солай шығар дегенмен бәрі бұрынғыдай қайтып келе жатыр негізі. Менің енді өзім ойымша жақсы ән болса, ол ғұмыр ұзақ болады. Мысалы үшін осыдан 15-20 жыл бұрын шыққан әндер, мысалы қарап отырсаң, Ақмаржан, Заттыбек Көптесін, сол хит болған әндер, мысалы үшін. Сол әндер, мысалы, әлге дейін қарап отырсаң, сол әндер келе жатыр да, сонымен қатар қаншама әндер шықты, мысалы. Ол әндер уже сараланып, халықтың есіне сараланып қалды да, мынау жақсы ән, халықтың жүрегіне, шынайы жүрегіне шыққан ән, ол жайлап келе беретін сияқты. Шәмшінің әндерінде қарасаң, қаншама уақыт өтті. Қандай ортаға барсаң, қай ортаға барып, өзінің басын бастап, өзіңмен арыссың деп басын бастап берсең, ары қарай халық алып кетеді. Орта болсын, жас болсын, ғұмырлы ән, ол ешқашанда өлмейді. Сол сияқты енді қазіргі жастардың әндерінде де жақсы әндер нелері шығып жатса, ол өлмейді, халық өзі саралап алып келеді деп ойлайды. Жақсы. Әнші ретінде репертуар таңдағанда нені ескересіздер? Мәселен, бір музыканттар тақырыбына, әннің өңделуіне, немесе мәтініне көңіл бөліп жатады. Сіздер не нәрсеге көңіл бөлесіздер? Өзім жеке дара сөзіне мән беремін. Одан кейін сөзімен қатар енді маған әуенде маған келу керек. Жаңағыда менің бағытымда болу керек. Әншілік не ғой, бір әнде бір егер дұрыс ән өзінің әншісін таппаса, ол да болмайды. Сондықтан бәрі де үйлесімді болу керек. Сенің даусыңа келу керек, сенің жаңағыдай стиліңе келу керек деген сияқты. Сол айтқандай сөзіне, әуеніне мән береміз міндетті. Тамаша. Енді ән, өнер, жалпы музыка тұтастай идеология деп айтсақ, артық айтпаймыз, қателеспейміз. Енді қазіргі жас буын өкілдерінің проблемасы жетерлік, жаңағы телефонға тәуелділік, лудомания деген секілді. Музыка осы жолда қалай көмектесе алар еді деп ойлайсыздар? Музыка ма?
музыка негізі бәріне ем ғой. Ол үшін дұрыс бағытты ән тыңдау керек. Мысалы мен өзім үйде ән айтқан кезде міндетті түрде, мысалы мен ұлым, қыздарым болсын, олар тыңдамаса да жүр менің айтып жатқан әрбір дәстүрлі әнім, әрбір айтып жатқан термелерім, кейде бір өсеттер үйде бір дайындаламыз өзімше. Бұлай өтіп кетіп бара жатса да жүр құлақтарына іліп қалуда. Сондықтан жаңағыдай отбасыдан басталады. Ең бірінші өзіңнің отбасың. Тәрбие тал бесіктен. Сондықтан өзіңнің балаларыңа, ұлдарыңа, қыздарыңа дұрыс бағыт бағдар берсең, сонымен өсіп өнеді бала. Сөйтіп ойлаймын, үйде дұрыс бағыт бағдар беру керек. Тамаша, керемет. Жаңа енді әңгімеміздің барысында айта кеттіңіздер филармония жайлы. Филармония әншілерінің алға қарай жылжуына, дамуына қандай көмектер қажет, немесе сол жайында айта кетсеңіздер, филармония жайлы жалпы. Енді филармонияны айта кетсек, біздің филармонияда мықты әншілер көп. Әсіресе жастар арасында керемет қазір жақсы өсіп келе жатқан әншілер көп. Мен жаңа өсу үшін деп отырсыз ғой. Өсу үшін не істеу керек? Өсу үшін көбісіне қолдау керек. Дауысы керемет мықты әншілер бар. Мысалы үшін да керемет дауыс диапазон мықты әншілер бар, бірақ оған мына пысықтық дейді ғой, пысықтық жетіспейді. Жалқаулау болады ол. Жаңа дауысы диапазоны кең болғанмен жалқаулау. Сондайларға артына түрткілейтін жаңа қолдаушы керек деп ойлаймын. Вот соның өнерін ары қарай не olur. Ал бір әншілері болады, дауысы енді Құдайдың берген құрттай дауысы болады. Сол дауысты ары қарай шыңдап, өзі пысықтығының арқасында жоғарыға биіктікке өрлеп отқан әншілер болады. Сол сияқты енді тақырыптан ауытқып кеттім. Бізде енді филармонияда мықты әншілер көп, жастардың арасында да. Енді аға буыннан сірә айтып жатырмыз ғой жаңа. Жоламан Көшкінов, Асқар Асанәлі Көшеров ағаларымыз қандай ортаға салып жерсең де, мысалы, жанды дауыс болсын, бұлай эстрадалық бағытта болсын, қандай ортаға салып жерсең де, сол ортаға алып шығатын керемет әншілер. Енді жастардың арасында енді өзіміздің жаңа Қазақстан дауысын жеңіп алған Бауыржан Ретбаев ініміз бар. Сосын Гүлфайруз Басбаева деген жақсы мықты әншілер бар. Сосын мына Сержан інім бар, енді көзінше мықты алды, онша не болмаймын. Бірақ енді керемет, енді жақсылығын айт, Нұртау тас. Мен білсіз мақтап тұр. Сол сияқты мына Ақмарал Арғынқызы дегенде керемет әншілеріміз бар. Біздің филармонияның ең өзім жақсы көретін жері тек жанды дауыста. Қандай концерт болсын жанды дауыста. Ол ұлттық оркестрдің концерті болса да жанды дауыс. Ол Ақжарма фольклорлық ансамблінің концерті болса да жанды дауыс. Ол симфониялық камералық оркестрдің концерті болса да жанды дауыс. Эстрадалық Ақшағала вокалды инструменталды ансамбліміз бар, жаңа ВИА дейді. Эстрадалық бағытта да 100% жанды дауыс. Бізде фонограмма деген жоқ. Фонограмманы алынып тасталған. Ол бір жағы жақсы. Әншілерімізде әрқашан сол шыңдаласың ғой, жаңа дайындаласың. Өзіңнің жаңа орысша айтқанда формаңда жүресің да. Сол сияқты филармонияға бір жетіспейтін, білмеймін енді, ауылдың ауыз сасық дегенге келе ма, или жоқ, басқа ма, филармонияның концертіне көбінесе көрермендер көп жинала бермейді. Көпшілігі филармонияның қайда екенін де білмейді. Филармония қайсысы дейді, көбінесе театрда, ДКБ-ді біледі. Қазір енді шүкір, бірақ қазір енді әйтеуір жайлап не қылды. Бірақ әлде де біздің жергілікті өнерпаздарға өзіміздің қолдау керек сияқты. Өзіміз жергілікті халықтан филармонияның өзінің жеке тыңдармандары да бар.
сол сияқты филармонияда керемет концерттер өтеді енді. Кейде дайындалып жатасың, не қыласың, барыңды салып жатасың. Сол жағынан келгенде кейде көрермен жағы аздау болып қалады. Енді бұл мәселенің салдары жаңағы әншілердің дұрыс еңбектенбеуі деп айтамыз ба? Біздер еңбекті музыканттарымыз да бәрі 100%-ға еңбектеніп жатыр. Енді бұл қай облысқа барсаң да, қай облыстың несіне барсаң да, мысалы филармония не жағынан көрермендер тыңдарман жағы келу жағы кішкене әлсіздеу. Енді ол жарнама жағынан анау-мынау деп жатыр, жарнаманы беріп жатыр. Жарнама жан-жақта беріліп жатыр. Ол жарнамадан да емес, білмеймін. Мұна кейде бір той жиын неге барып жатсаң, ой деген біздің нені қолдау керек, бүйту керек деген кісілер болады, мысалы да. Соларға кейде бір осындай концерт болады деп бір не қылсаң, дейді да, деп келмей қалады да. Сол шынайы біздерге не керек сияқты жаңа. Халықтан қолдау керек сияқты осы өнерпазды. Сол филармония дегенде бір, или менің енді өзімнің нем филармонияны или орталыққа қою керек па. Бір шетте ғой енді бір жаңа. Келуге де қиналады ма, әртүрлі себеп бар енді. Жоқ, осыға дейін бізде ұлттық оркестрлер жатыр ғой. Ұлттық оркестріміз бар, Ақжарман фольклорлық ансамбль бар. Қазақи нақышта болған концерттерге көп халық жиналмайды. Енді оған бір себеп жаңа Мәкең айтып отқандай, бұл филармония біз енді бәрімізде көп өнерпаздарымызды айтатынымыз сол, бүкіл филармонияның әртістері бізге бір әдемі бір не болса, здание болса деп та, үлкен бір әдемі, енді филармония деген, облыстық филармония деген ат қой. Бұл деген үлкен имидж. Сондықтан орталықта болса, жақында мысалы ұлттық оркестр Достық үйде не болды, концерт болды. Сол жерде мысалы жаңа концерт берген кезде бүкіл халық көп жиналды. Бұға дейін ондай халық жиналып көрген жоқ. 34-те екені халық жақын. Бұл жерде мүмкін төменгі микрорайон болған соң бұл жерде енді симфониялық, камералық оркестр жаңағыдай концерттер болған кезде орыстар көп біледі. Мысалы лық тола. Сондықтан мен ойлаймын, бұл микрорайонға да байланысты ма екен мүмкін? Мүмкін орталыққа қою керек деген осы. Бірақ енді қазіргі басшымыз Данияр Сағынғалиұлы ғой. Сол келіп енді кішкене продвижение де бар. Енді концертіміз жағынан да, енді басқа жағынан да, ол енді жастың аты жас, бүйтейік, сөйтейік деп кішкене нелер концерттің бағытын өзгертіп, мынандай бағыт деген сияқты жылды жолдар бар. Енді ол ары қарай енді филармониямызды кейде жаңағы қарап отырсаң, филармония әншілері мына келіп отқан, жоғарыдан келіп отқан әншілерден енді артық демей қойын, бірақ кем емес. Жанды дауыста да бір көру керек. Халықты көрсетіп үйрету керек жанды дауыста. Біздің филармонияның концертіне келмеген бір кісілер болады. Бірінші рет көргенде кәдімгі, мынандай бізде бар ма деп таңғалып жатады да. Сондай халықты или өзіміз жаңағы бір көрсету керек па. Болмаса жаңағы енді шынында да бізге бір ғимарат керек. Филармонияға орталықтан болмасын, әйтеуір бір әдемі филармония керек. Кейбір облыстардың филармониясына қарасаң, сүйсіне қарайсың. Біздікі бір шетте тұр. Енді ол біздің филармонияда әдемі, керемет, бірақ бір шетте кішілеу сосын. Дәстүрлі өнер көрсететін концерт болса, халық аз жиналады. Ал жаңағыдай эстраданың жас буын музыканттары жаңағы ашық алаңда жастардың барлығын жинап, дүркіретіп фесттер өткізіп жатады. Ол жерге адамдар көп жиналады. Бұның себебі неліктен? Қазақи музыканың дұрыс дәріптелмеуі ме, әлде көңіл бөлмеуі ме? Жоқ, дәстүрлі енді дамымай жатыр десең де өтірік айтқандай болсын. Дәстүрліміз қазір едәуір дамыды ғой. Әндеріміз, дәстүрлі күйлерімізде, домбырамыздың өзі мысалы қандай биікке шықты енді. Енді ұлттық музыка жаңағы ғой, меніңше
халықты үйрету керек сияқты. Оның үстіне қазір енді күйбең тіршілік қой. Халықта да әйтеуір күйбең тіршілік күнінде әйтеуір әрқайсының өзіне сай жаңағы орысша айтқанда проблемасы бар ғой. Мүмкін соған да не қылатын шығар, ол миында қанша информациясы бар адам ол концерт не қылсын мысалы үшін. Сондайдың кесірінен ба білмеймін енді концертке, бірақ олай дейін десең, мысалы бір жоғары жақтан келіп жатады бізге концерт. Лық толы. Бағасы қанша десең, биікте тұрады бағасы. Бірақ қанша бағасы биік болса да, халық лық толады. Енді білмеймін, неге ол олай екен. Сіз не айта аласыз бұл жөнінде? Жаңа мен айтқан кезде енді дәстүрлі ән, дәстүрлі ұлттық неге келмейді деп отырсыз ғой. Енді бұл жерде үлкен алаңдарды жинап жатқан қазір жастар жағы, мысалы неше түрлі фестиваль өтіп жатыр. Бұл жерде аты шыққан елге көбісі танымал әншілер келеді. Сол жерде мен ойлаймын, осындай үлкен бір ауқымды үлкен концерт өтеді. Енді бұл өзіміздің облыстық филармония қолымыздан келгенше дәріптеп жатырмыз, қолымыздан келгенше айтып жатырмыз, барымызша. Осы тек бұл енді халық өзі бір сондай бір кейде қызықпыз ғой. Уақыттың тапшылығы. Қазір көбісі жаңа мәкен айтып басын қатырғысы келмейді деп ойлаймын. Қазір көбісі жеңіл желпі сөйтіп жеңіл әндерді тыңдап кету, жеңіл әндерді нетіп кету, жаңағы солай. Жаңа айтып жатырмын ғой, халықтың өзі сіздің жаңағыдай ұзақ жаңағыдай айтып жатқан әндерді көп тыңдағысы келмейді. Қысқа да нұсқа. Уақыттың заманның ағымы солай шығар деп ойлаймын. Заман талабы дейсіз. Солай кетіп бара жатыр. Адам өзі уақыт жоқ қой замандардың. Жақсы, енді жалпы өнерге бет бұрғысы келетін жастарға қандай ақыл кеңес берер едіңіздер? Бет бұратын өнерге, соның ішінде әншілікке бет бұратын жастарымызға ең бірінші еңбек қой, еңбек ету керек. Сосын іздену керек, бір жастарымыз болады, біреудің әндерін орындап, соның әндерімен диапазон дауысын бәрін көрсетіп жүреді, бірақ өзінің паспортный дейді ғой, паспортный әндері болмайды. Сондай өзінің әндерін, паспорттық әндерін іздеуге атсалысу керек. Жаңа әндер шығаруға атсалысу керек. Мен енді қазіргі жастардан мен өзім қарап жүріп, әріптесім Оспанға риза боламын. Оспан Құлсымақ керемет қазір. Күні түні студиядан шықпайды. Молодец. Жаңағы дәстүрлі бағыттағы әндерді керемет халық әндерін эстрада бағытына салып, әдемі дүниелер шығарып жатыр. Сол сияқты іздену керек деп ойлаймын жастар. Сосын халыққа шынайы болу керек. Халыққа шынайы бет бейнеңді көрсетіп, жасандылық жасамау керек деп ойлаймын. Енді сахнаға шыққанда уже әнші көрініп тұрады. Жасанды жасап жатса, уже халыққа ұнамайды. Өйткені сырт көз ғой халық. Отырып, көздің, ойдың бәрін сол неге бір әншіге береді мысалы. Мысалы, мен өзім жақсы көретін шынайылықты, шынайы өзінің несімен жүретін Мақпал Жүнісова апамыз жақсы көретін. Қалай бар, солай шығады да, ондай, бірақ халық қандай жақсы көреді Мақпал. Мақпал апамыз жайлы бір кері, бір негативті пікірмен бір суретін салып, жазып, парақшаңызды салып қараңызшы, көрейін. Сізді жерден алып, жерден салып, мысалы, халық оны жақсы көреді. Халық шынайы жақсы көреді. Мен ойлаймын, соның шынайы несін көрсеткеннің арқасында халық жақсы көреді деп ойлаймын. Әнші, өнерпаз шынайы болу керек. Мен енді сахнаға шыққанда мен де сол бір әдемі сөздермен жаттап алып бүйтіп шығамын ба деп не қыламын да, шыққан кезде ұмытып қаламын оны. Сосын шығамын да, өзім қалай қазір сөйлесіп отырмын, дәл солай халықпен жұмыс жасаймын. Енді жаман емес деп ойлаймын, енді осы бағасын беретін халық қой, қалай болды, не болды. Әйтеуір бұл филармония деген өзі бір өнер деген өзі бұл
жарыс, мына бәйге дейді ғой, ат жарыс, сол сияқты ғой. Сен жаңағы күнделікті жаңағы өнеріңді шауып тұруың керек, жарыс. Сен мынау жайлап босаңсысаң артта қалып қоясың. Мына алда қанша нелер келе жатыр мысалда. Солармен сен оны озбай ақ қой енді. Қазір мен енді бәсекелестік дейді, ол бәсекелестік болғанда бір ана көре алмаушылық емес. Өнерде іштей өзіңнің жаңа нең болу керек. Мына сен қатты озбай ақ қой, бірақ мынадан қалмауың да керек. Сол сияқты филармонияны жақсы көретінім сондай, өзіңді өзің қамшылап тұрасың да. Ізденесің, ана әнді, мына әнді, мынандай бағытта ән деген сияқты. Мен жеке өзім солай ізденіп, әйтеуір жаман емес, енді әйтеуір елдің алды болмасақ та, әйтеуір арты болмасақ та, әйтеуір ортасында жүрміз әйтеуір. Жаңа енді Мәкеңнің сөзін жалғастыру дейін, жастарға беретін, жаңа айтып жатса қандай бағыт бағдар беретін едіңіз деп. Мәкең бәрін айтты ғой, тек мұны айтайын. 1% бұл Алладан берген, сенің бойыңа берген бір қасиет шығар, өнер деген. Қалған 99% бұл еңбек. Бұл 99% ішінде ол Мәкең айтқан сөздері бәрі соқта жатыр. Еңбектену керек, іздену керек, жан-жақтылықты қарау керек. Сол жерде сен өзіңнің жеткен жетістігіңе жетесің. Сондай бір сөзбен қайырлайын. Керемет, жауаптарыңызға көп рахмет. Басқа шығармашылықтарыңызда тағы қандай тың өзгерістер бар, жаңалықтар бар? Енді жаңалығымыз енді жаңағы бейнебаян түсірдік, жаңағы. Менің енді қарап отырсам әндерім неше ән, осы Маңғыстаудың ауылы жайлы әндерін кеше санап едім, 6 ма 7 ма екен. Мен енді сол ана бірінші алғашқы әндерім жазғанда Ерекен Қорабаев ағамыз бар ғой. Сол кісімен шығармашылық тығыз байланыста болдық. Сол уақытта шығарылған әндер ғой, енді Ерекен ағамның білесіздер ғой, жаңағы жер жайлы керемет, жаңағы сөздер, туған жер жайлы енді сықы айтады ғой кісі. Сол кісімен шығарғанда мысалы үшін қарап отырсам Қарақия өңірі деген мынау енді мен жаңа халыққа танытқан Қаратаудың бойында, Жыңғылды ауыл, жер сұлуы Тұщыбек, сосын оралам саған таушығым, тағы қайседі, тағы ұмытып қалып тұрмын. Сондай сияқты бір әндерді орындаппын мен. Енді кеше осы соңғы осы таушық жайлы айта кетейін. Ерекен ағамыз соқты. Осындай бір таушықтарына ән шығарып едім деп. Дедім, бардым. Барғаннан кейін қарасам, сөзі керемет. Сөзі, бірақ ән жай, ырғақ, жай вальс темпіндегі ән екен де. Шығарып жазып бердім. Сосын бірақ ана сөз қаттыны сосын Ерекен ағамнан сұрадым. Ерекен аға, сөзді алып өзім ән шығарсам бола ма деген. Бірден ала ғой, болды. Сонымен сол сөзді алып келдім да үйге келгенше, ана сөзді үйге алып келгенше баянмен жаңағы әуен туды ғой жаңағы. Сонымен әуенді тудырып, сонымен орындап былай жүрдім, сосын жеке аранжировкасын жазып, біраз бұны бойыма сіңіріп, біраз жүрдім мына. Содан кейін сол әнді шығарып болғаннан кейін ағаларымызға спонсор болды мына Асылбек Жолдыбаев деген ағамыз, Иса Беймырзаев ағаларымыз қолдауымен таушыққа бейне клипін түсіріп, соны енді жақында көрсеттік қой. Сондай қолдаудың арқасында бір дүние шықты да. Сондай енді мен өзімді мына енді кейде Алла тағала бір бақ береді ғой адамға. Сол бақты ұстай алмай қалдым ба деп те ойлаймын да. Мысалы менің Гүлдана деген әнім шықты 2013-те. Ол деген бүкіл Қазақстанға жақсы таратты. Оны бейнебаянды түсірдім Алматыға барып. Енді ол енді соны ары қарай жарнамалап не қылуға или жастық қалдым ба, или көзін таппадым ба, сол ән халыққа тарады да, бірақ кім орындаушы екенін білген жоқ. Сондай нені ұстай алмай қалдым ба деп, Алла берген бақыты деп қоям. Сол ары қарай енді
тағы да жұмыстана бересің ғой енді өнер болғаннан кейін. Иә, сәттілік тілейміз. Енді жаңа айтып жатсыз Маңғыстау жайлы, Маңғыстау ауылдары жайлы 6 өлең арнадым деп. 6 Ереген ағамның әндері, сосын бір әні енді әні менікі, сөзі Ереген ағамдікі, жаңа оралам саған таушам деген. Тағы Маңғыстаудағы басқа ауылдар жайлы ән шығару жоспарда бар ма? Жоқ, енді ұят болады шығар. Енді осы өзіме не бердім, қой ұят болады, енді қалған нелер бар. Мына жақында Асылбек Құрманов деген ініміз Үштаған, өзінің туған жерін Үштаған деген ауылына. Енді әні кімдікі екенін білмеймін, бірақ бейнебаян түсіріп керемет шықты, маған ұнады кәдімгі. Асылбек Құрмановтың жаңағы Үштағаным деген ауыл. Сол сияқты жақында кім Жасұлан Таласбаев деген баяғы Самға тобындағы мүшесі. Сол жігітте мына Ақшымыр ауылына бейнебаян түсіріпті жаңағы. Сөзі қателеспесем Лаура Тындырғанованың кеше не болды. Ол да әдем шыққан, ауылдың тұрмыс тіршілігін жақсы шыққан. Енді сондай орындаушылар көп қой. Енді солар қалған, солар орындасын деген ниеттеп, енді өзім жайлап, енді болашақ көрсетеді. Айтпаймын деп айтуға да кесуге де болмайды, кесіп айтуға. Енді болашақтың еншісінде. Иә. Енді жаңа Мәкенге айтып отырмын. Алдыда Мәкесізбен бүкіл осы Маңғыстаудың ауылдарын, жерлерін, суларын айтып болдыңыз ғой, енді басқа да жанрда ән шығарыңыз. Енді ала берсін, мен Мәкеңді осыдан бұл кісіміз енді жаңа байқап тұрсыздар ғой. Өзіміздің халық бізді енді көбінесе осы дуэт ретінде таниды Мәкен екеумізді. Қай жерге барсаң да, қасындағы жігіт қайда, мен жалғыз барып қалсам да, Мәкен жалғыз барып қалса да, дегенмен екеуміздің жекеде творчестволық нелеріміз бар, бағыт-бағдарымыз. Мен осыдан біраз жылдан бері айтып жүрмін Мәке халықтан ұят болды, екеуміз бір қосылып дуэт шығарайық, бір жаңа тың дүние шығарайық. Енді соны айтып келе жатырмыз, Мәкең айтып маған сөз алып кел, әдемі сөз алып кел, мен соған әдемі бір әуен шығарайын деп. Енді ала берсе алынды уақытта енді осындай бір өнерімізге балта шаппай, осы бір өнерде келе жатырмыз, осы бір өнер халық бізді қолдап келе жатыр, Аллаға шүкір, мұнда қай жерге барсақ та әйтеуір танып жатады. Осы халыққа арнап, екеуміз осы өнерімізге арнап, осы бір аға іні деген бір жақсы бір ән шығарайық, осы өнерге байланысты өнерді бір ұштастыратындай. Енді алдыңғы уақытта енді Мәкеңнің еншісінде бір жақсы сөз алып берсек. Иә, сәттілік. Жақсы бір ән шығып қалар. Бізбен ақтарыла сұхбаттасқандарыңызға көп рахмет. Жұмыстарыңызға сәттілік тілейміз, шығармашылық табыстар тілейміз. Құрметті көрермен, біздің Отпа Ньюс YouTube арнасына тіркеліңіздер, лайк басыңыздар, пікір қалдырыңыздар.